Сіздерме тағы да құрметті әріптестер. Тездетіп барлығы кірсе, 2 минутымыз ғана қалды. Сіздердің уақыттарыңызды да алмаймыз, біздің де уақытымызды алмасаңыздар, бір-бірімізге түсіністікпен қарайды. Бастайтын боламыз. Керемет. Альмира, дауыс естілмейді деп жатыр. Тағы бір айтып жібер, жаңа микрофон жөнінде. Ау? Дауыс естілмейді деп жазып жатыр чатқа. Тағы бір айтып жібер, жаңа хабарландыру. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Даусым естіліп тұрма? Демек, естілмесе, сіздер өздеріңіз қоспаған болып тұрсыздар. Қосып жіберсеңіздер. Жақсы естіліп тұр даусыңыз маған. Мен де сізді өтте жақсы естіп отырмын. Қазір бастапқы кезде. Ал 13:30 болды. Мен ақырындап бастай берейін. Жалпы білім Kids деген не, қандай компания, не мемлекеттік компания ма, не министерствомыз ба деген сияқты көп сұрақтар келеді жалпы біздерге. Есім Альмира болады. Білім медиа групп компаниясында жұмыс жасаймын. Білім Kids жобасы бойынша сату менеджерімін. Енді Білім Kids проектісі жобасы жалпы біз 4 жылдан аса жұмыс жасап келе жатырмыз. Сондықтан еш қорықпай бізбен жұмыс жасай аласыздар. Неге? Өйткені біздің платформа, Білім Kids платформасы, Білім ғылым министрлігімен естіліп тұр ма? Мен естіліп тұрмын ба? Мира, жақсы естіліп тұр. Мына жерде дауыстар шығып жатыр да, өшіріп жібересіздер ма? Кім кіріп жатыр? Анастасия Муканова. Өшіріп жүрсеңіз, сіз өшіре алатын сияқтысыз, менде мына жерде. Қазір. Сонымен өтініш кірген кезде әріптестеріңізге айтсаңыздар, микрофондарын өшірсін, өткені өтте қатты кедергі келтіреді спикер. Сенде дайын қалды, Альмира, өзінде де. Неге өшіп қалып жатыр? Болды. Альмира, дауысын шықпай қалып жатыр сен. Неге шықпай жатыр екен? Енді шықты, енді бойсы. Енді шықты ма? Жақсы. Білім ғылым министрлігімен бекітілген 2 тілді, яғни қазақ тілі, орыс тілінде сіздерге беріп отырмыз. Әдіскердің де, меңгерушінің де, тәрбиешінің де, медбике, шаруашылық бөлім, одан кейін мамандардың да құжаттарын сіздерге жазып беріп отырмыз. Заңға сай, стандартқа сай, еш қорықпай қолдансаңыздар болады. Енді жазғы сауықтыру да бар бізде. Ішінде көптеген сіздерге әдістемелік көмек беріп жатырмыз. Яғни сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдету үшін осындай керемет платформа бізде бар, сараптамадан өткен. Бүгінгі тақырып бізде
аралас топқа арналған циклограмма, өздеріңіз білесіздер, 382-ші бұйрығымыз бар, номер 137-ші бұйрыққа сай тәрбиешінің міндетті 3 құжаты болу керек. Ол деген циклограмма, перспективалық жоспар және мониторинг. Енді циклограмманы толық күйінде жазып беріп отырмыз. Циклограммасында, перспективалық жоспарында 5 топқа да арнап жазудамыз, қазақ тілінде, орыс тілінде. Оған қоса сіздерге жеңіл болсын деп мониторингтің жалпы заңнамаларын, бұйрықтарын, жеке даму парақшаларын сіздерге беріп отырмыз. Оның барлығын сіздер біздің платформадан көре аласыздар. Әр жасқа өзінің Excel форматында, Word форматында берілуде. Енді бірі сұрап жатады бізде, міне жаз айы келе жатыр, жазғы программа бар ма деп. Я, бізде жазғы сауықтыру программасы да қарастырылған, беріп отырмыз. Яғни тәрбиешінің тек қана міндетті құжаттары ғана емес, яғни циклограмма, перспективалық жоспар, мониторинг қана емес, оған қоса тәрбиешілердің ұйымдастырылған іс-әрекет каталогында беріп отырмыз. Я, біріңіз айтуы мүмкін, ой, ол қазір міндетті емес қой, ол қазір керек емес. Бірақ алайда күнделікті тәрбиеші өзінің күнін балалармен бір ұйымдастырылған әрекетпен жасау керек қой. Сол себепті сіздерге ұйымдастырылған іс-әрекет каталогын қазақ тілінде, орыс тілінде де беріп отырмыз. Жалпы санаған кезде 6000-ға жуық ұйымдастырылған іс-әрекет каталогы бар. Оған қоса, біз негізінде басында тек тәрбиешілерді ойлап, сол кісілердің, сол мамандардың жұмыстарын жасаған кезде, мына жақтан бізге психологтар, логопедтер шықты. Бізге де жазып беріңіздерші, бізге керек, өте қиын, қазақ тілінде табу өте қиын дегеннен кейін, біз сол ұсыныстарды қабылдап, психологтармен, логопедтермен жұмыс жасап, сіздерге сол мамандардың, яғни коррекциялық іс-әрекеттің психолог пен логопедтің жұмыстарын жазып беріп отырмыз. Конспектілері бар ол кісілердің. Одан кейін циклограммасын беріп отырмыз, және жылдық жоспарын да беріп отырмыз. Сондықтан былай қарасақ, егер балабақша болсаңыздар, қосылсаңыздар өте керемет болады. Өйткені бағана айтып кеткендей, меңгерушінің, әдіскердің, тәрбиешінің, одан кейін музыка, дене шынықтыру, бейнелеу, қазақ тілі деген сияқты, одан кейін психолог, логопедтің жұмыстарын, одан бөлек медбике, шаруашылық бөлім деген сияқты, осы мамандардың жұмыстарын сіздерге толығымен беріп отырмыз. Енді мен кішігірім басында айтып кетіп отырмын қазір жалпы білім китс туралы. Ал вебинар бүгінгі тақырып бізде аралас топта циклограмманы қалай толтыру керек. Сондықтан сөз кезегін Светлана Ибрагимовна берейік. Бұл кісі білім китс жобасы бойынша біздің әдіскеріміз бүгін сіздерге түсіндіріп, айтып беретін болады. Бұл тегін осындай вебинарларды біз әр жұма әдетке айналдырдық. Енді қазақ тілінде де, орыс тілінде де өтетін болады. Сондықтан назарларыңыз бізде болсын, шығып кетпеңіздер. Соңында сұрақ қоя аласыздар. Сұрақтарыңызға жауапты аласыздар. Өтініш, микрофондарыңызды өшіріңіздер. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Альмира ханым, көп рахмет. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Бүгін сіздер Астана қаласында, мен Батыстан семинарға қосылып жатырмын. Күніміз сәтті болсын, жұма күнгі тілек, дұғаларыңыз қабыл болсын деген келеді әріптестер. Баршаңызға көп рахмет біздің осы семинарды қабыл алып қатысып жатқаныңыз үшін. Яғни Альмира әріптесім айтып кетті, біз түсіндірімді жүргіземіз. Сұрақтарыңызды чатқа жаза беруге болады.
семинардың соңынан кейін сол сұрақтардың барлығына жауап беретін боламыз. Менің слайдым көрініп тұр ғой, әріптестер, ережеге сәйкес видеомызды қосып, микрофонымызды айырып, тәртіп сақтап отырайық, себебі біз енді жұмысымызды бастаймыз. Яғни өздеріңіздің ұсыныстарыңыз бойынша біздер аралас топта циклограмманы қалай толтыру керек деген ұсыныс білдірдіңіз. Сол тақырыпты қозғап отыр. Сондықтан сол тақырыпқа сәйкес жұмысымызды жүргіземіз. Добрый день, коллеги. Мы рады встрече с вами по вашим обращениям. Сегодняшний семинар – это тема семинара «Как правильно вести циклограмму в разновозрастной группе». Сегодня хотим вам объяснить, как правильно вести циклограмму в разновозрастной группе. Поэтому, коллеги, пожалуйста, выключите микрофон, вы нам мешаете. Мектепке дейінгі ұйымның түрлі жас топтарында білім беру процесін жоспарлау мен ұйымдастырудың әрине өзіндік ерекшеліктері бар. Сіздер оны жақсы білесіңдер, және де жұмыстың да бұл жерде көп басқа, егерде топтарда бір перспектива, бір циклограмм тек арнайы бір топқа жазылатын болса, ал аралас топта ол бірнеше түрі бар. Сондықтан бүгін нақты қалай жазылатын біз сіздерге айтатын боламыз. Өздеріңізге белгілі, мектепке дейінгі ұйымдардың үлгілік жоспарын үлгілік қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес мектепке дейінгі ұйымдар топтардың толымдылығы егерде 1 мен 2 жастағы балалар болған жағдайда 15 баладан аспау керек болса, 3 түрлі жастағы балалар болатын болса, ол 3, 4, 5 жастағы балалар болған жағдай 20 баладан артық болмауы тиіс. Сондықтан осы бағытта осындай топтар болады. Енді қараңыздар, тәрбиешіге қандай мысалға дейтін жүк түседі бұл жерде. Әрине үлгілік Сара, микрофоныңызды айырып қойсаңыз, сіз бізге кедергі келтіріп жатсыздар. Әрине түрлі жастағы топ болғасын, ол 1 жастан 5 жасқа дейінгі балалар арналған топ болады. Ол кіші және ортаңғы топ болуы мүмкін, немесе ортаңғы ересек топ аралас, немесе ересек және дайындық топтың балаларына арналған топтар болуы мүмкін. Сондықтан педагогке бұл жерде неге көңіл бөлу керек? Ең бірінші ол үлгілік оқу бағдарламасын барлық жас топтарының мазмұнын білу қажет. Екіншісі жаңағы балалардың психологиялық жас ерекшеліктерін білу қажет міндетті түрде. Және де түрлі жас тобында педагогикалық процесті жүргізу кезінде мыналарды ескеру керек. Өздеріңіз білесіздер, сіздердің де еңбек өтілдеріңіз көп, еңбек өтілі бар. Сымбат, Кругозерный мектебі. Микрофонды айырып отырыңызшы. Құрметті әріптестер, сіздер біздерге жұмыс істеуге кедергі келтіріп отырсыздар. Ерте жас және кіші жастағылар жұмысқа кештеу қосылады, бірақ ерте аяқтайды, олардың психология жас ерекшелігіне сәйкес, немесе ересек жастағылар кіші жастағыларға қарағанда басқаша кіріседі. Бір топта балалардың өз бетінше жұмысты ұйымдастырса, екінші топта жаңағы педагогпен бірлескен Сіздің даусың естілмей қалды. қостым. Дауысы шықпай қалды ғой. Енді естіліп тұр ма, құрметті? Иә, Светлана Ибрагимовна естіп жатыр енді. Сіздер кедергі беріп отырсыздар, сіздерді айырып, біз өзімізді де айырып тастап отыр сіздермен бірге. Микрофондарыңды өшіріп қойыңыз сұраймыз. Міне балалардың сіздер не қарауыңыз керек? Бірінші қыркүйекте топ құрылады. Сол уақытта балабақша меңгеруші міндетті түрде бұйрық шығарады. Сол уақытта аралас топтар да құрылады. Яғни баланың жасын сіздер білесіздер да, типтік ережеге сәйкес бірінші қыркүйекте бала жылдың ішінде, мысалы 4 жастағылар, мысалы біз 1 жастағы топ бар, 2 жастағы, 3, 4, 5 жастағы топ. Осы топтар бірінші қыркүйекке құрылады да, ол жерге жылдың ішінде сол жасқа толатын балалар болады. Сондықтан әрбір педагог өзінің топ құрылғаннан кейін балалардың туған күніне дейін міндетті түрде тізім жасап, осыны анықтап алу керек. Енді келесі циклограмманы
сіздер әр педагог циклограмманы толтырады. Сонымен бірге мысалға әр топтың тәрбиешісі циклограмманы толтырады. Көбінесе қойылатын сұрақ: Асем Сатаева, микрофоныңызды айырып қойсаңыз. Сонымен бірге жаңағы дене шынықтыру жаңа нұсқаушысы болса, ол кісі өзінің циклограммасын толтырады. Қазақ тілдің мұғалімі өзінің циклограммасын толтырады. Саз жетекшісі өзінің циклограммасын толтырады. Бірақ сол циклограмманы толтырғанда осы пән педагогтары сол топтың тәрбиешісімен бірлесе отырып циклограмманы жүргізеді. Как нужно планировать и организовывать образовательный процесс в разновозрастных группах дошкольных организаций? Конечно, они имеют свои особенности. Да? Вы знаете, что согласно типовых правил деятельности дошкольных организаций, наполняемость разновозрастной группы составляет, если в группе 1 и 2 дети, если в группе 2 возрастов, 1 года и 2 лет, то там не должно превышать более 15 детей. А если в группе разновозрастной дети 3, 4, 5 лет, то там должно быть не более 20 детей. Это требования наполняемости возрастной группы, они четко определены в типовых правилах. Если раньше они были в санитарных правилах, то теперь вот 2022 года они утверждены именно в типовых правилах деятельности дошкольной организации. Конечно, разновозрастная группа имеет свои особенности и сложности, поэтому педагогу обязательно нужно знать содержание типовой программы всех возрастных групп, с которыми педагог работает, а также знать психологические возрастные особенности детей данного возраста. Что еще нужно учитывать, конечно? Педагог должен знать, что дети группы раннего и младшего возраста позднее включаются в работу, да, и раньше они заканчивают. Старшие школьники, они иначе мотивируются к работе, чем младшие, да, но вы знаете, что в этом году, то есть в 2022 году у нас с вами поменялся стандарт. Согласно данного стандарта нового, согласно учебной программы, учебного плана, наша с вами вся работа в детском саду, она должна идти в форме игры. И поэтому одна группа может самостоятельно, воспитатель может задать задачи, и группа может работать самостоятельно. А второй группе можно организовывать совместную работу с педагогом. Можно привлекать родителей, приглашать, да? Можно привлекать помощника воспитателя. Но в любом случае работу в группе организовать обязательно воспитатель. С ее руководства организуется работа в малых подгруппах. Часто нам задают, кто же заполняет циклограмму, например, по музыке, циклограмму по физической культуре. То есть, если у вас физическую культуру преподает физинструктор, а музыку преподает музыкальный руководитель, казахский язык ведет учитель казахского языка, совместно с воспитателем группы заполняется циклограмма данной группы. То есть эта работа проводится вместе. Но за качество циклограммы, конечно, отвечает отдельно каждый педагог. Енді циклограмма дегеніміз, ол бұрынғы біздің тілмен айтатын болсақ, күн заққа атқаратын жұмысымыз, яғни күн тәртібіне сәйкес атқарылатын қызмет. Қандай талаптар қойылады бұл жерде? Әрине, міндетті циклограмма перспективалық жоспарға сәйкес жүргізу керек. Аптаның әр күні балалармен өткізілетін әрекет түрлерін анықталынады циклограммасы. Нақты ол жазылады. Содан кейін жаңа инновациялық технологиялар, әдістер мен тәсілдерді қалай қолданасыңдар, оны да циклограммада міндетті түрде көрсетесіздер. Және де тағы да айтып кетемін, биылғы жыл бізде стандарт өзгерді. Оған
оған сәйкес біз заттық дамытушы ортада балалармен ойын арқылы жұмысты жүргізуіміз керек. Сондықтан циклограммада бұл жерде қандай ойынды аласыңдар, қандай мақсатпен алатын, осыған да нақты назар бөлу керек. Ал педагогтың міндеті өзін түсіндіруіне көп уақыт кетірмей, яғни бүгінгі таңда педагог тақырыпты түсіндіріп айтып, өзі бастап, ондай форматта емес, ол балаларға сілтеуші болып, балаларға тақырыпты анықтап алу үшін мүмкіндік бере отырып, балаларды шаршатпай, жалықтырмай, ойын арқылы, сұрақтарға жауап табу арқылы түрлі зерттеу жұмыстарын, шығармашылық жұмыстарын жүргізе отырып, балаларды дербес жұмысын ұйымдастыра отырып, жұмысты ұйымдастыру керек. Вы знаете, определение циклограммы, оно дано и в инструктивно-методическом письме. Мы знаем, что циклограмма – это обеспечение выполнения всех режимных моментов, да, начиная от приема детей, это все виды детской деятельности, прогулка, дневной сон, индивидуальная работа, вплоть до ухода детей домой. Вот это вся и есть циклограмма. Какие требования планированы циклограммы? Педагог обязательно при составлении циклограммы должен знать и руководствоваться задачами организованной деятельности, которые указаны в нашем с вами перспективном плане. Соблюдать принцип системности, последовательности, да, при распределении программы материала, применять, владеть инновационными технологиями. Но самое главное, вы знаете, что в 2022-2023 году наш с вами стандарт поменялся. И сегодня главным в стандарте это обучение через игру, создание комфортной предметной развивающей среды. То есть уже сегодня при подаче материала педагогу не рекомендуется собственное объяснение. Мы должны задавать эти вопросы, заставлять их критически мыслить, самостоятельно изучать предмет и принимать решения. То есть необходимо организовывать различные виды детской деятельности. Құрметті әріптестер, микрофондарыңызды айып қойсаңыз. Енді нақты циклограмманың форматына көшейік. Тақырыбымыз түсінікті. Бүгін мен сіздерге мысал ретінде айналайын аралас топтың циклограммасын алып отырып, ересек және дайындық топ. Бұл ең күрделі циклограмма осы топтарға жазылады. Себебі оған дейінгі мысалға ерте жас пен кіші жас, немесе кіші жастағылар мен ортаңғы топқа циклограмма жазу жеңіл. Сіздер осы циклограмманы меңгеріп алсаңыздар, онда сіз ары қарата жұмысты дұрыс жүргізе алатын боласыздар. Сондықтан нақты осы циклограммаға көңіл бөлейік. С вами сегодня на примере рассмотрим циклограмму смешанной группы. Смешанная группа старшая, это предшкольная группа, возраст детей 4-5. И я взяла прошедшую мартовскую циклограмму, чтобы конкретно и ясно вам все это объяснить. Если мы с вами сейчас поймем, как писать циклограмму в группе, но нам будет легче составлять циклограмму для младшего, среднего возраста, потому что там немножко попроще. Неден бастаймыз циклограмманы? Әрине, балаларды қабылдаудан бастаймыз. Әріптестер, сіздер мен сызып не істеп отырсыздар? Бәрін дым көрсетпейтіндей жағдай жасап тастадыңдар. Бұл сіздердің семинарға өзіңіздің мәдениетіңіз, бәріңіз педагогика этика не екенін білесіздер, үйренетін уақыттарыңыз болды. Сіздерге мониторингті уже дейтін онлайн форматта ұйымдастырып жатыр, сіздер әлі міне бәрін сызып отырып, бала ұқсап жасап отқан нәрселеріңізді түсініп отқан жоқпын. Балаларды қабылдаудан бастайды. Бұл жерде ересек дайындық топқа да балалар қабылдау бірдей жүргізіледі. Неге тек назар аудару керек? Міне қараңыздар, балаларды қабылдау деп біз міндетті оқу осы балаларды қабылдауда мысалға нені дамытамыз? Сөйлеуді дамытамыз, балалардың көтеріңкі көңіліне қараймыз, сөздік минимумын жазып қойдық. Ал сіз бұны әр күнге
балаларыңызды бөле отырып, әр баламен қандай сөздік минимумды жасайсыз, немесе қандай жеке жұмыс жасайсыз, бөліп жасауға да болады, немесе осылай біз сізге қалай беріп отыр, осы түрде де қалтыра беруге болады. Ал ата-аналармен жұмысты ұйымдастырғанда әңгімелесу, кеңес беру жерде, бұл жерде де сіз таңертеңгі қабылдауда ата-аналарды шақыра отырып, олармен жұмыс ұйымдастыруымыз керек. Ата-аналарға өз балдары бойынша түсінік беруіміз керек. Олар қазіргі таңда оқу бағдарламасын қалай меңгеріп отыр. Сондықтан бұл жерде де әрбір ата-анамен жеке жұмысты ұйымдастыру бағытындағы жұмысты ұйымдастыруға болады. Немесе осылайынан да біз берген үлгіде осы жұмысты қалтыра беруге болады. Циклограмма начинается с утреннего приема. Самое главное, правильная организация жизни и разнообразной деятельности системы малокомплектных ДО – это создание благоприятных условий, которые будут способствовать разностороннему развитию детей разного возраста. Мы для вас даем как бы пример. Вы здесь видите, да, на что мы делаем уклон? Мы делаем уклон на развитие речи, определяем словарный минимум, да? Но самое главное, вы знаете, что с изменением стандарта, учебной программы, изменением уже новых методик, вы должны встречать детей при поднятом настроении. И, конечно, нужно индивидуально планировать работу, поэтому вы, когда осуществляете прием детей, вы можете, если у вас, например, в группе 20 детей, вот этих 20 детей распределить на 5 дней и с каждым ребенком проводить индивидуальную работу. Какая индивидуальная работа? Я в конце циклограммы еще раз на нем остановлюсь. Беседа с родителями, консультирование. Здесь тоже новая методика от вас требует, чтобы в вашем плане, Шолпан Карлыбаева, микрофон знаешь, чтобы вы планировали работу с родителями. То есть какая это работа? Вы должны пригласить родителей к себе в группу, чтобы они участвовали в ежедневном работе детского сада. То есть на нем тоже я сейчас индивидуально остановлюсь. Қараңыздар, келесі жұмысымыз біздің сіздермен бірге ол балаға арналған жұмыс болу керек. Яғни біз сіздермен баланың дербес әрекетіне тоқталатын боламыз. Шолпан, микрофоныңызды айырып қойсаңыз. Микрофоныңызды айырыңызшы. Сіздің жүргеніңіздің бәрін көріп отыр. Баланың әлем туралы өз түсінігін құру құқығы мен мүмкіндігі бар, және өз бетінше үйрену жолындағы белсенді тұлға ретінде қабылдауды біз ұйымдастыруымыз керек. Яғни біз балаға өз ойымызды жүктемей, балабақшаға келген баланы қызығушылығын арттыруға, оның қажеттілігін ескере отырып, жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, жұмыс жоспарын құрастыруымыз керек. Мысалға, наурыз айында біздің негізгі оқу бағдарламадағы тақырыбымыз ол көктем мезгілі. Сосын осы аптадағы тақырыбымыз ол жыл құстарына бағытталған, көктем мезгіліне бағытталған. Сондықтан дербес әрекетті ұйымдастырғанда мен бірнеше дидактикалық ойындарды біз сіздерге көрсеттік. Бірақ сол ойынды ұйымдастырған уақытта міндетті түрде сіздер сөйлеуді дамыту, қоршаған ортамен немесе құрастыру бағытындағы жұмыстарда ұйымдастыруымыз керек. Бұл жерде біз ересек және дайындық топтарға арналған дербес іс әрекетін жасап көрсеттік. Ребенок должен восприниматься как активный участник своего обучения, имеющий право и возможности конструировать свое собственное понимание мира. И поэтому при организации самостоятельной работы обязательно нужно учитывать интересы и пожелания ребенка. Рекомендуется проведение их в малых группах в игровой форме. В то же время позволяет детям переключаться с одного вида на другую деятельность, которая его интересует, но не рекомендуется насильно переводить с одной деятельности ребенка в другую, да, после того, как ребенок завершит данный процесс, после этого только можно его переводить в другую деятельность. Но вы здесь, да, так как у нас с вами самостоятельная деятельность, она ориентируется на игры малой подвижности, на настольные игры, на дидактические игры, обязательно у вас во время игры вы должны темы ваши перекликаться с развитием речи, с ознакомлением с окружающей средой, с конструированием.
Келесі циклограммадағы үлкен жұмыс ол таңертеңгі жаттығу. Яғни сіз таңертеңгі жаттығуды жасағанда да неге көңіл бөлуіңіз керек? Мына мысалға сіздер таңертеңгі жаттығуды өздеріңіз жасайтын бар. Ал біз сіздерге ұсынамыз. Екі топпен сіз жұмыс жасап отқасын, ата-аналарды шақырып, белсенді ата-аналарды қатыстыра отырып, таңертеңгі жаттығуды солармен бірге жасау керек. Мысалға қараңыз, біз ересек және дайындық топқа мынадай жазып қойдық. Жалпы дамытушы жаттығулар дедік. Қимыл белсенділігі дедік, ойын әрекет дедік та. Бұл жерде біз ата-аналарды қатыстыра отырып, осы жаттығуды бастамастан бұрын аптаның 3 күнінде әнұранды орындаймыз. Одан кейін біздің бала бақшада эксперименттік экологиялық жоба бар. Сондықтан біздер міндетті түрде аптаның 2 күнінде экологиялық гимнді орындаймыз. Және де сіздер білесіздер, дамытушылық орта құра отырып, ата-аналарды белсенді жұмысын ұйымдастыру үшін біз мысалы аптаның ішінде 5 күннің ішінде деп айтпаймын, бірақ 3 күннің ішінде ата-аналарды қатыстыра отырып, бірінші 3 күнінде ересек топтың ата-аналарын қатыстыра отырып, қара жорға биін билейтін болсақ, ал екінші аптаның күнде жаңағы келесі дайындық топтың ата-аналарын қатыстыра отырып, қара жорға биін билеп, осылайынан таңғы жаттығуларын жүргіземіз. В циклограмме особое внимание уделяется утренней гимнастике. Вы знаете, да, это физкультурно-оздоровительный компонент, который осуществляется в режиме дня, и он обязательный. Вы должны грамотно организовывать его. Как осуществляется эта работа в нашем детском саду? Вот мы видим, что утренняя гимнастика предоставляется для старшей и предшкольной группы. Что мы делаем? Мы приглашаем родителей. Вы знаете, что согласно нового стандарта родители должны быть полноценными участниками, да, всего образовательного процесса дошкольной организации. Поэтому мы приглашаем родителей. Вместе с родителями в неделю 3 раза мы исполняем гимн Республики Казахстан. То есть сейчас в летний период, да, весенний период, в зимний период даже в зале детского сада мы проделывали эту работу. Дальше наш детский сад работает в режиме эксперимента, мы осуществляем экологический процесс. То есть у нашего детского сада есть свой гимн экологический. То есть 2 дня мы с детьми исполняем наш экологический гимн. И в течение всей недели поочередно, приглашая родителей, старшей и предшкольной группы, мы организовываем танец «Қара жорға». Ұлттық тәрбие, то есть у нас всегда спрашивают же, да, какую работу проводим мы с родителями. Вот вместе с родителями каждое утро мы проводим музыкальную, физкультурную как бы гимнастику, танцуем вместе танец «Қара жорға», где наши родители всегда уделяют большое внимание. И дети быстро учатся, когда вместе с детьми какие-то движения выполняют их родители. То есть вы знаете, да, что родители должны быть авторитетом для ребенка. И вот когда вы планируете утреннюю гимнастику, вы должны отрабатывать данные вопросы. Тамақтануды ұйымдастыру келесі циклограммада таңғы ас деген бізде бар. Бұл жерде де біз бөлмейміз, көріп отырсыздар да, ересек дайындық топқа мысалы таңғы асты қалай ұйымдастырамыз? Яғни мәдени гигиеналық дағдыларды қараймыз, өз-өзіне қызмет көрсетуді қараймыз, кезекшілікті ұйымдастырамыз. Мысалға, балалармен тәбетін ашу бағытында жақсы сөздер, мақал мәтелдер, жаңылтпашты жүргіземіз. Балаларға дайын асты алдына қоймаймыз. Біз балалар тамақты дайындап, өздеріне асты алып келіп, ішіп болғаннан кейін асты жаңағы орнына апарып тастау бағытындағы жұмысты жүргіземіз. Яғни 5 жастағы, 4 жастағы балалар бұл қызметті атқара алады, сондықтан оларға біз үйінде де осындай бағыттағы жұмысты ұйымдастыру үшін, және де бұл жерге де тағы да мен айтам, белсенді ата-аналарды қатыстыра отырып, таңғы асқа шақырып, ата-аналарды балалармен бірге тамақтануға шақырыңыздар. Бірлес тамақтансын, ата-аналарының тамақтанғанын көре отырып, балаларда да және ата-аналарда да балалардың қандай тамақ жеп атқанын, сіздер қандай жұмыс жүргізіп атқаныңызды көре отырады. Сондықтан осы жерге де үлкен назар аудару керек. Организация питания – это основная работа, можно даже сказать, потому что часто, почему много
проблем возникает в детском саду. Почему родители недовольны качеством, да, оказываемых услуг? Потому что родители говорят, дети приходят голодными, дети плохо питаются в детском саду. Вот чтобы у вас не было этой проблемы, нужно уделять особое внимание организации питания. И в циклограмме, когда вы здесь видите, да, циклограмма здесь, обратно повторяюсь, для старшей и предшкольной группы, здесь мы тоже должны приглашать родителей, прививать культурно-гигиенические навыки, формы самообслуживания. То есть уже в этом возрасте нужно разрешать детям, чтобы они с подносом сами себя обслуживали, приносили свою еду. Да? Микрофон, да, өшіріп қойсаңыз, Күләнда Аманбаевна. Микрофон. Вот и здесь также видите, что да, обязательно в циклограмме нужно указывать словарный минимум. Яғни сөздік минимумда осы циклограмманы жазғанда ұмытпауыңыз керек. Мен қысқа нақты айтып жатырмын, себебі осы слайдтар сіздерге қолдарыңызға беріледі. Таңғы жиынды ұйымдастыру, міне осы жерге мен неге көңіл бөлгім келіп отыр. Әрбір біздер жаңа айтып кетті мен, таңғы жиынды ұйымдастыру ол педагогтың алдын ала жоспарлаған әрекетін орындап қана қоймай, баланың қызығушылығына көңіл бөлу керек. Бұған нақты бүгінгі таңда маңыз аудару керек. Бұл жерде қандай таңғы жиын болуы мүмкін? Яғни сіз балаларды таңғы жиынға жинақтың алдында таңғы қабылдауды ұйымдастырдыңыз. Сіз тақырыпты білесіз, құстарға арналған, көктемге арналған тақырып. Сондықтан бірнеше орталықтарға бөле отырып, балаларға сол тақырыпты айтпай, бала өзі тақырыпты таңдап алатындай бағытты жасауыңыз керек. Ол не болуы мүмкін? Сіз таңғы қабылдауда топқа құс әкеліп қоюыңызға болады, тоты құс әкеліп қоюға. Немесе біздің Білім Kids платформасында түрлі құстардың дыбысын бейнелейтін мультфильмдер бар. Сіз таңғы қабылдауда сол мультфильмді қосып қоюыңызға болады, дауысын қосып қоюыңызға болады. Яғни балалар топқа кіргенде құстардың дауысын естиді. Немесе көктем туралы бейнефильм, судың дыбысын, қардың ерудің дыбысын да мысалға соларды қосып қойып, балалар таңғы қабылдауға келгенде қандай жұмыс болатынын сол жаңа сіздің дайындап қойған ерекше жұмысыңызды ескере отырып, міне таңғы жиынға жиналғанда балалар бүгін сіз бастайсыз. Қалай осы ойлайсыздар? Бүгінгі күн сіздермен бірге біз қандай тақырыпты қозғаймыз дегенде балалар айтып отыру керек. Күлбану, микрофонды айырыңызшы. Балалар айту керек. Я, бүгін біздер ерекше дауыс естік, құстардың дауысын естік деп. Немесе сол кезде сіздің топта құстарға арналған кітаптар болу керек. Сол аптада сізде құстарға арналған түрлі аппликация, мүсіндеулер, немесе түрлі бояйтын жаңа суреттеріңіз бар ғой, солар құстарға арналған болу керек. Құстарға арналған сіз бұрыш жабдықтап қойыңызға болады. Үйде тоты құсы бар, ата-ананы шақыруыңызға болады. Яғни баламен тоты құсты алып келеді. Міне сондықтан таңғы жиын ол балаларға арналып, балаға сіз сыни тұрғыдан ойлау, түрлі осындай жағдаятты туғыза отырып, баланың бүгінгі қандай тақырыпты қозғайтынын таңғы жиында анықтап аласыз. Және де балалардың қал жағдайын анықтайсыз. Оларды сөйлеуге тартасыз. Сөздік минимум көбейтесіз. Олардың көңіл күйін білесіз. Егер бірде бір бала мысалға денсаулығы болмай отса, немесе іс-әрекетке дайын болмаса, сіз ол баланы шағын топтарға бөле отырып, жеңіл жұмысты бересіздер. Ал белсенді балаларға сіз күрделі жұмысты ұйымдастырасыз. Сондықтан мені таңғы жиын міндетті түрде циклограммада қысқаша болса да жазылу керек. Содан кейін сіз ұйымдастырған іс-әрекет дайындық. Міне іс-әрекет жаңа таңғы жұмысты айтқанда біз балдармен бірге дайындық жұмыстарымызды жүргіздік. Организация утреннего сбора это играет большую роль, поэтому сегодняшний стандарт и сегодняшний формат самой модели дошкольного воспитания и обучения требует, чтобы мы детям не готовили готовые уроки. Педагог не должен объяснять, например, задание, почему сейчас будет такая тема. Вы должны
когда у вас был утренний прием, вы знаете, что в этой неделе у вас затрагиваемые темы – это птицы, это времена года, весна, вы знаете, да? Поэтому вы должны организовывать деятельность ребенка при утреннем приеме. Вы как можете это организовать? На нашей платформе Blim Kids есть разные мультфильмы с птицами, которые издают разные звуки. Есть мультфильмы, где дети рассказывают о временах года. Поэтому даже не обязательно показывать его через телевизор или экран. Можно включить звук мультфильма. И когда ребенок приходит в группу, он уже слушает звуки птиц. Можно пригласить родителей с попугаем. И в этот день ребенка будет ждать в группе попугай или другие, да? Вы можете с экологического центра принести других птиц, или же издавать звуки из мультфильма. И дети, даете задание детям, говорите им, как вы думаете, какая у нас будет с вами тема, на что мы будем обращать внимание. То есть уже заставляете детей критически мыслить, и вот эта вся процедура обязательно должна быть отображена в циклограмме. То есть вы выполняете словарный меню, а также организуете занятия по интересу ребенка. То есть в это время вы можете оформить в группе выставку книг, именно посвященных разным птицам, выставку книг, посвященных временам года. Вы можете пригласить родителей утром и вот в утреннем сборе попросить одного родителя прочитать книгу о птицах или о временах года. То есть вот эта работа должна она быть для всех детей. Здесь вы, когда в циклограмме пишете утренний сбор, подготовка к организованной деятельности, вы не делите детей и не пишете отдельно для них циклограмму. То есть идет единая целая циклограмма деятельности. Мирамгүл, выключите, пожалуйста, микрофон. Тағы да мен сіздерге дамытушы ортаға тоқталып жатырмын. Себебі неге тоқталып жатырмын? Тағы да айтып кетейін, биылғы жылы стандарт өзгерді, оқу бағдарламасы өзгерді, оқу жоспарым сіздермен бірге өзгерді. Сондықтан ең басты баланың жаңағы жұмыс орны, ол ойын орны болу керек. Ал ойын орны, ол міндетті түрде заттық кеңестік дамытушы орта болу керек. Яғни баланың жаңағы ынталандырушы рөлінде тұлғалық дамытуды байытады, жан-жақты қабілетті ерте көруіне ықпал етеді. Қандай болу керек? Яғни баланы қол жетімді. Сіздердің топтарыңызда біздер барғанда көбінесе көретініміз, жарға толтырып жоғарыға іліп қоясыздар. Ал ол олай болмау керек. Ол жарда ілініп тұрмау керек. Ол баланың көзі, қолы жететін жерде тұру керек. Сондықтан заттық кеңестік дамытушы орта міндетті түрде үлгілік оқу бағдарламасын міндетін іске асыру керек. Жағдай тудырту керек. Барлық балдарға, соның ішінде инклюзивті балдарға, ұлттық мәдени климаттық жағдайды ескере жасалу керек, және заттық кеңестік дамытушы орта қолайлы жалпы талаптарының ол балаға Айгерім Сейдақ бар қызы. Микрофоныңызды айырыңызшы. Ол жетімді болу керек. Сосын әртүрлі болу керек. Яғни сіздер жаңа мен айтып кеттім, да? Бізде бір ай көктемге арналған болса, сол көктемге бағытта жұмыстар жүру керек. Жаңа құстар болса, құстардың түрлері, құстар туралы мультфильмдар, құстар туралы кітаптар, жаңа дамытушы ортада тағы да құстар туралы не болуы мүмкін? Түрлі жаңа құстарға арналған жаңа қол театры да, немесе жаңағы теневой театр деп айтамыз, құстардан жасалған. Осындай түрлі мазмұнды, көп функционалды, өзгермелі, тартымды заттық кеңес болу керек. Сіздің ана топтарда тұрған үлкен шкафтар, жарда іліп тұрған, олардың бәрін алып тастау керек. Ол дұрыс нәрсе емес. Стандарт этого года требует от нас, чтобы у нас в нашей группе обязательно была развивающая среда. Мы должны знать, для реализации предметно-пространственной развивающей среды мы должны что обеспечить?
первое, мы реализовать типовую учебную программу, да, но реализуя типовую учебную программу, мы должны, чтобы ребенок восприниматься как активный участник своего обучения, у которого есть право и возможности конструировать свое собственное понимание мира. Мы не должны навязывать ребенку свое мнение, мнение педагога. Все должно быть в доступной форме. Обязательно это предметно-пространственная развивающая среда должна быть. То есть ребенок должен чувствовать, ребенок должен быть понимать содержательность. То, что вы приготовили, предметно-пространственную развивающую среду, она должна быть безопасной, она должна быть доступной. Все ваши игры, например, настольные или другие игры, весь наглядный материал, он должен быть на уровне глаза ребенка. И даже проводя занятия, вы должны разговаривать сидя. Если ваши дети сидят, вы должны сидя, вы должны видеть глаза детей, вы должны создавать предметно-пространственную развивающую среду. Яғни міне дамытушы туралы орталық туралы айтып кеттім сіздерге, қайталанып жатпайын. Яғни дамытушы модульдар болу керек, күрделі пазлдар болу керек, құрастырмалы ойыншықтар болу керек, та сауат ашу, алғашқы математикалық ұғымдарды игеруге арналған ықпал ететін үлкен сандар болу керек, геометриялық үлкен фигуралар болу керек. Осы жағдай болған жағдайда сіз жаңағы осындай бағыттағы жұмыстарды жүргізесіз. Және көптеген үлестірмелі материалдарда болу керек. Обязательно у вас в развивающей среде должно быть много наглядного материала. То есть ребенок, он должен быть многофункциональный. Это большие геометрические фигуры, да? Это пазлы, это робототехника, да? Чтобы ребенок не только, например, всегда участвовал в разных педагогических играх или сюжетных ролевых играх, но и он должен конструировать во время этой игры. Енді нақты қазір біз сіздермен бірге циклограммаға ең күрделі жеріне циклограмманы тоқтайық. Мен қазір демонстрация жіберейін. Әріптестер, ересек топтың циклограммасы көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Рахмет көп-көп. Біз жаңа барлық басында қабылдау көріп тұр. барлығын айтып келдік. Ал енді біз сіздерге міне, енді қараңыздар, бана біз сіздермен бірге циклограммада жұмысты ересекпен дайындық топқа бірге алып келдік. Ал енді ұйымдастырылған іс-әрекетке келгенде біз бұл жерде ересек топ деп және мектеп алды жаңа даярлық топ деп циклограмманы бөліміз керек. Себебі сіз енді неге бөлеміз? Қараңыздар, бізде енді міндетті түрде жүргізетін жаңағы ұйымдастырылған іс-әрекетіміз бар. Сондықтан біз оны орындауымыз керек. Сондықтан біз ол ұйымдастырылған іс-әрекетті басына қойып жазып аламыз. Ересек топта міндетті түрде 3 дене шынықтыру жүреді, 2 музыка жүреді, және 1 қазақ тілі жүреді. Бұл жерде бұл циклограмманы осы жаңағы ұйымдастырылған іс-әрекетті жүргізетін педагогтар жазады, сізбен бірлесе отырып. Ал арғата кіріктірілген ұйымдастырылған іс-әрекетті әрине енді сіз жазып отырасыз. Менің нем көрініп тұр ма сіздерге, әріптестер? Иә, көрініп тұр. Қазір. Көрініп тұр. Міне қараңыздар. Ересек топтың жерінен көрсетемін. Енді қараңыздар, сіз міндетті пәндеріңізді қойып алдыңыз. Енді ересек топта ұйымдастырылған кіріктірілген іс-әрекет болады ғой. Көрінбей тұр ма? Көрінбей тұр таблицаңыз. Қазір қайтадан ашайын. Көрінді ме, әріптестер? Иә, көрінді.
Қараңыздар міне, ересек топқа енді міне біз сіздермен бірге кіріктірілген іс-әрекет, ол таңнан кешке дейін жүре береді ғой. Бана таңғы қабылдауда айттық. Негізгі ересек топта біз енді кіріктірілген іс-әрекетімізде мына жерде сіздерге көрініп тұрса қараңыздар. Міндетті пәндерімізді өткіздік. Енді кіріктірілген іс-әрекетте көркем әдебиет, жаңағы қазақ тіл, сөйлеуді дамыту, жаңағы сурет салу, қоршаған ортамен таныстыру, сөйлемді дамыту, кіріктірілген іс-әрекетіміз нақты ашып жазамыз. Біз сіздерге нақты, мысалы, қанатты достар деген таңда тақырыпты бастадық. Біз оны немен кіріктіріп отырық? Көркем әдебиетпен, қазақ тілімен кіріктіріп отырық та, күн ұзағына біз оны ары қарата жапсырумен жалғастырамыз, құрастырумен жалғастырамыз. Бірақ мен мына жерде неге көңіл бөлгім келіп отыр? Күтілетін нәтижеге көңіл бөлгім келіп отыр. Не үшін күтілетін нәтиже? Оны сізге жазуға да болады, жазбауға да болады. Бірақ күтілетін нәтижені сіз жазсаңыз, сіз ертеңгі таңда баланың мониторингінде, яғни оқу бағдарламасын меңгергенін, не меңгермегенін осы күтілетін нәтиже арқылы шығып біле отырасыздар. Мына ересек топтың нақты жаңағы циклограммасын өстіп бөліп жазасыздар. Содан кейін астында міне қараңыз, мен осы үлгі сіздің қолдарыңызға беріледі, сондықтан мен тоқтамаймын. Барлық кіріктірген іс-әрекетте біз математика негіздерінде де, жаңағы мүсіндеуде де, мысалға көркем әдебиетті де бәрін кіріктіріп, тақырыбы сол, күтілетін нәтижесін көрсетіп жасап отыр. Енді қараңыз, астында міне ересек топтікі болды ғой. Енді мектеп алды топтікін жазып отыр. Көрініп отыр ғой баршаңызға. Мектеп алды топтікін бөліп, ересек топ екеуі неге бөліп жазып отыр? Себебі мектеп алды топта міндетті жүргізілетін 20 сағат бар, құрметті әріптестер. Сондықтан міндетті 20 сағатты мен сіздерге ашып көрсетіп отырмын. Бұл міндетті түрде циклограммада ашылып жазылу керек. Себебі сіздің жұмысыңыз көрсетілу керек. Міне басында ұйымдастырған іс-әрекеттің педагог, яғни мамандардың өткізетін жазып аламыз. Ол 3 дене шынықтыру, 2 музыка, 2 қазақ тілі. Міндетті оның циклограммасын ашып, жаңағы жүргізетін пән педагогтары жүргізеді. Ал енді қараңыз, бұл сіздермен бірге біздің 4, 5, 6, 7 сағатымызда 20 сағат бар. Енді қалған 13 сағатты міне астында қараңыздар. Ұйымдастырған кіріктірілген іс-әрекет, сіз оны жаңағы күннің бірінші жартысында да өткізе аласыздар, және де қай ұйымдастырған іс-әрекетті үлгермесеңіз, күннің екінші жартысында да ұйқыдан тұрғаннан кейін сіз өткізесіз. Негізінде барлығы мектеп алды даярлықта, мектеп алды топта, даярлық емес әріптестер, мектеп алды топта 20 сағат жүргізу керек. Міне сондықтан мен белгілеп қойдым. Яғни сөйлеуді дамыту қанша сағат болу керек, сауат ашу негіздері 3 сағат болу керек та, қоршаған ортамен бізде 2 сағат болу керек, математика негіздері 3 сағат болу керек. Жалпы мектеп алды топта 20 сағат болу керек. Соған кіріктірілген іс-әрекетті біз жаздық толық. Соны сіз күннің бірінші және екінші жартысында міндетті түрде жүргізуіңіз керек. Олар не арқылы жүреді? Жаңа мына жерде біз көрсетіп қойдық та, олар барлығы әрине ойын арқылы жүргізіледі. Яғни ойын арқылы жүргізе отырып сіз қорытындыңыз керек, және нақты күтілетін нәтижені көре отырып, бала оқу бағдарламасын қалай меңгеретінін циклограммада сіз көрсетесіз. Ертеңгі таңда аттестация кезінде, немесе де өзіңіз осы циклограмманы көтере отырып, балалармен диагностиканы толтырғанда, яғни сіз осы бала нені меңгерді, соны көре отырып жұмысты ұйымдастырасыз. Міне осылайынан нақты циклограмма 2 топ ашылып жазылады. Содан кейін серуенге дайындық, серуен, міне көріпсіздер екіншіде жүргізілетін серуеннен оралу, түскі ас, күндізгі ұйқы, мысалға басқа да жаңа жұмыстар осылайынан 2 топқа бірлесе ересекпен дайындық топтың жас ерекшелігін ескере отырып, оқу бағдарламасын ескере отырып, бірге жазылады. Енді міне жеке жұмысқа тоқталғым келіп тұр, балалармен жеке жұмыс. Бұл неге біз осылай бөліп алдық циклограммада? Себебі
сіз балалармен жеке жұмысты қай уақытта жүргіземіз деп алдыңғы вебинарда мониторинг толтырғанда біз балалардың жеке даму картасын толтырдық. Сол жерде бағдарламаны меңгермей қалған балалармен жеке жұмыс жүргізу керек деп айтқан болатынбыз. Сондықтан балалармен жеке жұмыс ол таңғы қабылдауда да жүргізіледі, және түстен кейінгі бос уақыт сізде көп болады. Сол уақытта сіз осы балалармен жеке жұмысты жүргізе отырып, балалардың меңгермей қалған тақырыптарын меңгеру бағытында жұмысты ұйымдастырасыздар. Және серверінің мына жерде біз картотека номерларын қалдырып кеттік. Серверінің картотека номерларын салуыңызға болады. Және кешке де балалардың үйге қайту мезгілінде де сіз ата-анамен жеке жаңа жұмыстарды көрсетуіңізге болады. Кешке де жаңа қара жолға бейін сыртта белгілеуіңізге болады да, таза ауадасыздар, ата-аналарды белсенді қатыстыра отырып, осындай бағыттарды жұмысты ұйымдастырып, циклограмманы осылай толтырасыздар. Қазақ тілінде циклограмманы қалай толтыруды түсіндіріп айттым, түсінікті болды деп ойлаймын. Қазір чаттарға сұрақтарыңызды жаза беруіңізге болады. Енді мен қазір сіздермен бірге жаңағы орыс тілінде осыны қысқаша айтып жіберейін. Сосын содан кейін сұрақтарыңызға жауап береміз. Демонстрациям көрініп тұр ма екен оны? Иә, тұр. Дорогие коллеги, как составлять циклограмму полностью, да, с самого начала я вам объяснила. Вот она, циклограмма, мы ее вам предоставим полностью. У вас будет возможность посмотреть эту циклограмму, да. Сейчас я вам хочу остановить все режимные моменты, когда вы составляете на две группы, их можно объединить. Единственное, здесь, извиняюсь, не предшкольная группа, здесь у меня должна быть старшая группа. У меня прошла ошибка, а здесь вот предшкольная группа, вы видите, да? То есть здесь это старшая группа. Вот смотрите, это я ошиблась, написала сюда. Вот когда вы уже пишете циклограмму организованной деятельности, вы здесь должны расписать те занятия, которые у вас обязательная образовательная деятельность. В старшей группе вы знаете, да, образовательная деятельность 3 часа физкультуры, 2 часа музыки и 1 час казахского языка. Вы их прописываете. Циклограмму на эти образовательные деятельности заполняют у нас педагоги, которые осуществляют данную деятельность. Дальше вы проводите интегрированную организованную деятельность, где можете вы в первой половине и во второй половине, да, но на что мы хотим? Она идет обязательно через игры. На что мы уделяем? Здесь вы же расписываете, с какими видами деятельности вы интегрируете, да? Ақтолқын, микрофоныңызды айырыңызшы. Әріптестер. Онда қазір мен өшіріп тастаймын вообще. Ақтолқын. Рұқсатым бола ма, не істеймін? Жүріп сөйлеп жүрсіз ғой кәдімгідей. Ұят та жоқ ешқандай. Адам бір кісіні адам сыйлайтын еді. Смотрите, вы видите, да, уже, значит, у нас идет игра, и вот идет интегрированная деятельность, и вы расписываете, через что мы интегрируем игру. Это художественная литература, это развитие речи, да, это знакомство с окружающей средой, это развитие математических, да, формирование математических представлений, то есть эти основы математики. И обязательно, но это мы пишем, да, ожидаемые результаты. Для чего мы пишем ожидаемые результаты? Словарную работу пишем. Потому что, когда вы завтра будете проводить мониторинг, вам будет легче, вы будете знать, что согласно образовательной программе у вас есть определенные ожидаемые результаты. И вот когда вы пишете интегрированные занятия, вы все это расписываете, и когда вы проводите мониторинг, это будет уже для вас это как бы легко заполняемо, и вы будете знать, что уже конкретно в марте месяце какой должен быть результат по всем видам деятельности. Теперь смотрите,
Вот мы с вами заполнили старшую группу, дальше мы пишем предшкольные группы. И обратно обязательно расписываем организованную деятельность, которая обязательно и которая ведется другими педагогами. Смотрите, и циклограмма на эти организованные деятельности, например, 3 часа физкультуры, 2 часа музыки, 2 часа казахского языка пишут сами специалисты. Ну, конечно, они с вами консультируются, да? А дальше, вы знаете, почему я здесь выделила организованную, интегрированную организованную деятельность? Потому что в предшкольной группе у вас 20 часов. И когда вы расписываете всю интегрированную организованную деятельность в течение дня, 20 часов они должны у вас выйти. То есть я уже сказала, развитие речи у нас, например, 2 часа, да, идет, основы математики у нас 3 часа, основы грамотности 3 часа, да, знакомство с окружающей средой там у нас идет. Художественная литература 2 часа идет, да? Рисование, лепка и конструирование 1 час. Вот, то есть вы, когда пишете циклограмму, вы должны обязательно выйти на эти 20 часов. Поэтому, когда вы расписываете старшую предшкольную группу, вы обязательно их делите. А когда вы расписываете, например, скажем, младшую группу или же младшую со средней, среднюю со старшей, вы только расписываете те образовательные деятельности по расписанию. Да? Оно, например, в младшей группе у нас 3 часа физкультуры, 2 часа музыки, да? В средней группе добавляется 1 час казахского языка. Вот так вы полностью пишете циклограмму, постарался объяснить, и дальше у вас идет подготовка прогулки, и во время прогулки вы интегрируете с образовательной деятельностью, да? Мы предоставили здесь, как его проводить. Обязательно берете, когда игру, вы обязательно должны указывать цель, желательно, я говорю, не обязательно, но желательно указывать ожидаемые результаты, да? Во время прогулок вы пополняете словарный минимум, и также во время прогулок могут быть и другие процедуры. Это же могут быть и во время обеда, да? И после обеда, когда дети просыпаются, во время самостоятельной деятельности вы обратно же затрагиваете, да, интегрированную деятельность. И вот раздел индивидуальной работы с детьми, почему хочу остановиться, потому что на прошлом вебинаре мы с вами затрагивали эту тему, да, и вы спрашивали, как проводить индивидуальную работу с детьми, те, которые не освоили программу по каким-нибудь другим причинам. Вот мы его расписали. Индивидуальная работа с детьми. То есть вы здесь уже проводите ту коррекционную работу чтобы ребенок уже тот, который не преодолел у вас, да, минимум, не освоил учебную программу, индивидуально на каждого ребенка вы в течение недели расписываете работу коррекционную, которую вы будете с ним проводить, чтобы в конце уже, когда у вас будет итоговая, она начнется, да, вы его должны до 22 мая провести. Ребенок, который посещал вашу дошкольную организацию, должен освоить, 100% освоить общеобразовательную программу согласно типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения. У меня все, коллеги, давайте перейдем на вопросы. Сұрақтарыңыз болса, сұраққа жауап берейік, құрметті әріптестер. Мына жерде білім кетіп платформасында осы құжаттар бар ма дейді? Осы құжаттар бар. Ол жерде олар бөлек-бөлек әр топқа жазылған. Сіз әр топтыкін алып, жаңа мен көрсеткенде құрастыруға болады, немесе құрастырмай-ақ сол дайын құжатты пайдалануға болады дейді. Вариативканы қалай кіріктіреміз дейді. Вариативка, егерде сіздерде бала бақшаңызда, мысалға мен жаңа айтып кеттім, мен сіздерге көрсетіп отқан бала бақшада экологиялық тақырыпта жұмыс істейді, сондықтан оларда вариативка бар. Міне көріп отырсаңыз, экология тақырыптардың ішінде вариативка сол тұрады. Ол түске дейін де болады, түстен кейін де болады. Экология тақырыбын қозғаймыз, ол экология тақырыбын қозғағанда, ол сол вариативка оқу бағдарламасы кіріп тұр деген бар. Әдіскеріміз түсіндірген соң сіздердің сұрақтарыңызға
біздіңкілер ол қалай аламыз циклограмманы дейді. Циклограмманы сіздер Білім Kids платформасына жазылсаңыз, сіздің жаңа балабақша атынан немесе бірнеше тәрбиешілер жиналып жазылсаңыз, бізде жаңа Альмира мен әріптесіміздерге айтып түсіндіріп кетті ғой. Міндетті 3 құжат болатын болса, бірінші перспективалық жоспар бар, екінші циклограмма бар, және үшінші мониторинг бойынша біз сіздерге вебинар беріп отыр, және мониторингті қалай, мониторинг нәтижесі бойынша баланың жеке даму картасын қалай толтыруға болатында біз сіздерге айтып көрсетіп отыр. Аралас топ шағын орталықта да осылай жазылады ма? Иә, осылай жазылады. Егер де жарты күн толық күндік болса, тап осылайнан ештеме өзгертпей алып жаза аласыздар. Ал егер де жарты күндік шағын орталық болса, онда тек жарты күндіктің шағын орталығын сіздер аласыздар. Келесі сұрақ, логопед маманның циклограмма толтыру үлгісін көрсетесіздер ме дейді. Циклограмма логопедтікі бізде бар, ол тұр. Сіз оны логопедтің циклограммасын біздің платформаға жазылсаңыз, сол уақытта біз сіздерге оны көрсетеміз. Осыны қайтадан тыңдасақ YouTube-тан дейді. YouTube-қа осы бәрі салынып тұрады, запись жүргізіледі, сол жерден алып тыңдауыңызға болады. Мамандардың да циклограммасын толтыру үлгісін көрсетсеңіздер екен. Мамандарда осы үлгі бойынша тап осылай жасайды. Оны мамандардың циклограммасы бар, бізде қазақ тілдің циклограммасы жоқ, және ол жерде тақырыптық жоспар берілген. Келесі жазғы циклограмма, цикті айта кетсеңіз, жазғы бойынша тағы да біз жазғы сауықтыру шарасы бойынша ол туралы біз вебинар береміз, ол бөлек вебинар болады, ол жерде толық жазғы сауықтыру шаралар және қалай жүреді жоспары, ал негізі жоспары біздің Білім Kids-тің платформасында тұр. Алып жазылсаңыз сіздер қолыңызға тиеді. Аралас топқа қалай жазады айтып өтіңіз. Мен осыны айтып отырмын, аралас топқа қалай жазылатынын. Басқаша қалай түсіндірім керек, түсінбесеңіз. Барлығын айтып сіздерге түсіндіріп отырмын. Музыка жетекшілер циклограмма жазамайды. Әрине, мен бүгін оны бірнеше рет айттым. Барлығы циклограмма жазады. Педагогтардың міндетті толтыратын 3 құжаты бар. Мектепке дейінгі ұйымдарда 130-шы бұйрық немесе 382-ші бұйрықпен өзгерістер енгізілді. 3 міндетті құжат: перспективалық жоспар, циклограмма және баланың жеке даму картасы дейді. Білім Kids ссылка қалай көреміз дейді. Қазір мен әріптесім айтады. Аралас 2, 3, 4, 5 жастағы балалар оған қалай құруға болады дейді. Міне осы мен сізге айттым. Бірінші әдісі, сіз қиналып жүрсеңіз, Білім Kids платформасына жазыласыз. Ол жерде сіздерге 2 жастағы, 3 жастағы, 4, 5 жастағы циклограмма тұр. Сіз соны аласыз да пайдаланасыз. Үлгі ретінде мен қазір ересек топ пен дайындық топтың циклограммасын қазір сіздерге слайдын саламыз. Сол слайдқа қарап отырып, дайын циклограммадан алып қосуыңызға болады. Немесе бөлінген әр жас циклограммасын ала отырып, шебер пайдалана отырып жұмысыңызды ұйымдастырасыздар. Қалай басқаша түсіндіруге болады? Жеке немесе бір циклограмма жазылады ма дейді. Ортаңғы топ, кіші топ, аралас топтардың циклограммасы қалай жазуға болады? Жеке немесе бір циклограмма жазылады. Мен жауап бердім деп ойлаймын. Психологтың циклограммасы қалай жазылады? Біздің платформада психологтың циклограммасы бар. Жазылыңыз платформаға, сол жерде тұр. Тегін ба әлде ақылмады? Әрине, платформа ақылы, Білім Kids платформасы ақылы кіріп аласыздар. Ал бұл вебинар біздер сіздерге түсіндіру бағытында ұйымдастырып отырған. Оның барлығы тегін. Бұл жерде сол сұрақ қайталанады. Мен айттым, бір циклограмм 3 топты бірақ кіргізе ба дейді. Менде 2-3 топ балалар бар. Сізде 25 бала, бір топ аралас, ол 2 жастағы, кіші жас, ортаңғы, ересек топта сізде тұр. Сондықтан барлығына арнап бір циклограмманы мен бүгін көрсеткен үлгіде жазуға болады. Немесе жаза алмасаңыз, қиындық тудырса, біздегі дайын циклограмманы алып, бірде циклограмм пайдалануға болады. Жақсы, рахмет, керемет, өте жақсы түсінікті жеткізіп отырсыз. Рахмет көп сізге де, Нұрия, жұмысыңызға табыс тілеймін. Бұл сұрақты айттым.
жазылу бағасы қанша жеке адамға бір айға дейді. Қазір менің әріптесім сату менеджері бүгінгі осы семинардың модераторы Альмира ханым түсіндіреді, нақты барлығын сізге айтады. Жоғары барлық педагогтар жазылады, стажы 30 жыл болсын, одан да көп міндетті 3 құжат толтыратын құжат бар, соның ішіне кіріп тұр. Сұрақ қайталанады. В одной циклограмме можно писать разновозрастных детей двух, да. Конечно, для вас, чтобы вам было удобно, вы должны сделать одну циклограмму и руководствоваться одной циклограммой. Я вам показала образец, как нужно. Здесь у вас конкретно стоит средняя, старшая группа и предшкольная группа. Вы можете взять циклограмму 2 лет на нашей платформе для 2-летних детей и добавить его и сделать одну циклограмму. Если это вам трудно и вы не сможете воспользоваться образцом циклограммы, вы можете пользоваться каждой циклограммой отдельно. Бағасы айтылады, санаторлық топ циклограммы жөнінде тағы бір соң сабақ ұйымдастырсаңыз дейді. Санаторлық топтарда да тап осылайынан циклограмма жазылады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Ол жерде тек неге көп көңіл бөлесіз санаторлық топтарда? Баланың денсаулығына көп көңіл бөлесіз. Ұйымдастырылған әрекеттер таза ауада, сыртта қабылдау, сыртта жаттығу жүргізесіз. Және де сіз вариативтік бөлік алатын болсаңыз, баланы сауықтыруға физио жаттығуларды алып, сонымен тек көбейтіп отырасыз. Араласты, бірақ біз ортаңғы топ деп жасап жүрміз дейді. Ол дұрыс емес. Қазір мен сұрақтарға жауап беріп жатырмын, мені қараңыз. Менде араластып, бірақ біз ортаңғы топ деп жасап жүрміз дейді. Ол дұрыс емес. Бірінші қыркүйекте сіздер топтарды балабақша меңгерушінің бұйрығымен жасақтайсыз. Міндетті де бұйрық болу керек. Сол бұйрықта балабақша меңгерушісі топты аралас топ дейді де, жастарын қарайды. 2 жас болса, мысалға, 3 жас болса, 4 жас болса, 5 жас болса, әр аралас топ дейді, жазады. Ортаңғы ересек дайындық топ деп, нақты топтарды белгілейсіз. Сіздің жұмысыңыз дұрыс емес. Ертеңгі таңда тексерістен сіз өтпейсіз, аттестациядан сіз өтпейсіз. Сондықтан бұл жерде бұл дұрыс емес. Прогулку 2 раза расписываем цикл. Да, у вас же есть утренний прием, и утренняя прогулка, есть вечерняя прогулка, поэтому 2 раза расписывайте. Платформаның бағасын айтады, рахмет дейді, жақсы, сізге де рахмет. Жеке жұмысқа шкаламен жазуға бола ма дейді, циклограммадағы жеке жұмысқа шкаламен жазуға, әрине болады, шкаламен жазуға да болады. Так, барлығы рахмет. Перспектива жоспарды алыңыз топқа қалай жазамыз дейді. Перспективалық жоспар, сіз оны әр топқа бөлек жазасыз. Осы жерде қосып жазбайсыз. Себебі ол жерде оқу бағдарламасы бөлек, оқу жаңа беріп отқан оқу жетістіктері бөлек, сондықтан ересек топтың перспективалық жоспарын жазасы бөлек, дайындық топтың перспективасын бөлек жазасы, әр топқа бөлек жазылады. Басқа қалаларда 30 жыл стажы барлар жазбайды екен дейді. Оны енді біз білмейміз. Сіздерге міндетті, мен сізге білім оқу ағарту министрлігінің бұйрығын айтып отырмын. Бұйрықта жазылмаған 30 жыл стажы бар жазбайды деген жазы жоқ. Бұйрықта сізден ертең аттестацияны сіз өтпей қаласыз. Тараз қаласында дейді. Соны сұрап жатыр еді тәрбиешілер. Оны Тараз қалалық жаңа білім басқармасынан сұраңыз. Но негізі оны жазбауға босатып отқан жоқ. Сіздердің алдыңызда мен нормативтік құжатқа сәйкес айтып отырмын. 382 бұйрықта 3 құжат талап етіледі. Перспективалық жоспар, циклограмма. Ол жерде оқу ағарту министрлігі жазбаған. 30 жыл еңбегі өтілі болса жазбайды деген жоқ. Қорытынды мониторинг туралы айтып жібересіз бе дейді. Қорытынды мониторинг туралы мен айттым. Ол туралы YouTube каналымызда бізде бар. Сондықтан қазір Альмира ханым айтады, YouTube каналдан қараңыз, мен оған қазір тоқталмаймын, себебі ол жерде де 2 сағат жарым біз оны түсіндірдік. Қалай өзіміз жасап үйренсем деп едім дейді. Енді мен айтып сізге үйреттім ғой, қалай үйретті. Осы форматты алсаңыз қолыңызға, сіз ертең қарап отырып бәрін түсінесіз. Егер де біздің платформаға жазылған балабақшаның тәрбиешісі болсаңыз, шығыңыз. Онда біз сізге түсіндіру бағытындағы жұмысты ұйымдастырамыз тағы да. Арнайы балабақшаға ұйымдастырамыз, егер де подписка жасасаңыз. Подписканың бағасы 145 мың теңге жылына. Жеке даму картаға тоқталсаңыз, тоқталмаймын, айттым мен оған. Болды. Мониторинг YouTube каналында тұр.
сол жерде нақты мен ашып көрсеттім. В разновозрастной группе 2 возраста. В циклограмме указываем отдельно цель для этих возрастов. Я же вам уже, когда сегодня объясняла, я это все расписала. Где можно цели уже указывать, когда будет организованная деятельность. И когда вы будете интегрированную организованную деятельность, для чего это нужно? Вы должны конкретно знать тему, цель и ожидаемые результаты. Это вам же для вашей работы. Вам будет легче тогда ориентироваться, и завтра при заполнении мониторинга вам будет очень большая помощь. Рахмет, Светлана Ибрагимовна, сіздерге рахмет. Бүгінгі менің семинарым ұнаса, жаңағы смайликпен жақсы екені туралы рахмет білдіруіңізге болады. Білім Kids платформа Instagram парақшасында отзыв қалдыруыңызға болады. Яғни менің еңбегім бағаланса, келесі семинарда мен сіздерге одан да күшті тақырыптарды айтатын боламын. Сондықтан мені де мақтап, бағалап жазып қойыңыздар. Бүгін әсіресе жұма күні үлкен жұмыс атқарып отырмын. Сол жұмысымның жақсы баға алғаным маған да жақсы болар еді. Құрметті әріптестер, барлық сұрақтарыңызға жауап бердім. Енді бір 5 сұраққа жауап берем. Тек қана 5 қалғанын жазыңыздар. 5 сұраққа. Себебі біз сұраққа бола ма? бір кезекпен. Подписка бармыз сіздерде? Сіздер осы аралас топтың циклограммасын Білім Kids'тің ішіне кіргізесіздер ма? Болашақта бұл көріп отырсыз ғой. Мен мына циклограмманы жазып шығу үшін 1 апта уақытым кетті. Өте циклограмма жазу сіздерге түсінікті болу үшін бәрін ашып жаздық. Бізде циклограмма әр топтікі жазылып тұр. Болашақта болады деп мен айта алмаймын. Біз топ-топқа жазып қойдық. Мына үлгіні пайдалана отырып, дайын тұрған циклограммадан әкеліп тек сала қою керек сізге. Өз тобыңызды қарайсыздар. Сондықтан болашақта жазамыз деп айта алмаймын. Ол өте көп уақыт. Біз биылғы оқу жылында аттестация өтейін деп жатырмыз. Ал біз разновозрастнойдың планын, циклограммасын жасаған жоқпыз. Міне қараңыз, сіз бізге подписка болсаңыз, сол циклограмманы аласыз да, сол циклограмма мына жеріне аттауын тобыңыз жазып, бөлек-бөлек циклограммамен беріңіз. Онда ешқандай қате жоқ. Бәрін қосып жазу керек деген ешқай жерде жоқ. Мен сіздерге өз іс тәжірибемнен ала отырып, бірге жазу үлгісін көрсетіп отырмын. Сондықтан аттестация өтерде аралас топ мысалға сізде болады. Кіші топ, ортаңғы топ, ересек, дайындық болса, сол 4 циклограмманы алып салып беріңіз болды. Тек қана топтың атауын жазыңыз, кішкене басына жеке жұмысты қосыңыз болды. Оны міндетті осындай етіп тұрып жазу керек деген ешкім міндеттемейді сізді. Түсінікті ғой? Кешіріңіз, менің бір сұрағым бар еді. Бір рет Инстаграмда тікелей эфирде Манарел екенін айтып еді, аралас топ деп сіздер болса да, қай топтың баласы саны басым, сол топ деп аласыздар, және бір цикл. Жоқ, білмеймін, ол мүмкін сіз түсінбей қалған боларсыз, ол кісі өйтіп айту мүмкін емес. Себебі ол осы мектепке дейінгі тәрбие оқытумен майталманы. Сіз түсінбей қалған боларсыз. Бір циклограмма жазасыз деп айтқан бұлар, мені бір циклограмма осылай жазылады аралас топқа. Бірақ әр топтың, қараңыз, ол кісі олай айтпайды, себебі оқу бағдарлама әр топқа жазылған. 2 жастағы балаға бөлек, 3, 4, 5 жастағы. Сондықтан ол кісі олай айтпайды. Бір топ етіп жасап аласыздар. Ол кісі айтқан болар, бір топ болады, аралас топ болады, бір циклограмма болады. Ол кісі дұрыс айтты. Бірақ бір циклограммның ішінде сіз оқу бағдарламасын орындай отырып, әр топтың жасайтын оқу бағдарламасын меңгерту үшін циклограмма жасауыңыз керек. Ол бір циклограмма болады, бір циклограмма деп аталады. Жақсы, тағы бір сұрағыңыз? Әріптестер, сұрақ бар ма? Саламатсыз ба, Светлана Ибрагимовна, саламатсыз ба? 2 сабақты бір-біріне ұйымдастырған іс-әрекеттерді бір циклограмма жинау үшін, например, көркем әдебиетте ортаңғы топта бір тақырып тұрса, ересек топта бір тақырып тұрса, екеуін де қоя береміз ба? Әрине, мен сізге айттым ғой, тек сіз бөлесіз, жаңағы ортаңғы топта сізде 5 бала отыр ғой, ересек топта 10 бала отыр. Мына мен бана неге дамытушы ортаны айттым сіздерге? 2 түрлі тақырып, 2 топқа бөлесіз, 2 тақырыпты түсіндіресіз. Ересек топта сіз не істейсіз? Балаларға жаңағы
сыни тұрғыдан ойлау бағытындағы жұмысты ұйымдастырып ересек топқа жаңа құстар туралы әңгімелей береді, құстардың суретін сала береді. А мына жақта сіздің тақырыбыңыз көктем болуы мүмкін ересек тобында. Сіз балаларға көктем туралы жаңағы тағы да ой толғау тастап, балалармен сол тақырып жүргізесіз. Яғни екіге бөліп, топқа бөліп жұмысты ұйымдастырасыз. Аха, рахмет, түсінікті. Тағы да кім сұрақ қойып жатыр еді жаңа әріптесіміз. Саламатсыздар ма? Вариативка туралы айтып өтсеңіз. Вариативка ол сіздің қараңыз, вариативка ол сіздің балабақшаның, сіз мысалға мен бана айтып кеттім, мысалы бізде экологиялық тақырыпта жұмыс істелетін облыстық эко-эксперимент балабақшалар. Мен сол балабақшалардың нәтижесі бойынша циклограмма көрсетіп отырмын. Бұлар вариатив бар бұларда. Вариативті сіздер бекітесіздер. Ол ауданды, қалалық, облыстық әдістемелік кабинетпен бекітіледі вариативті. Және ол күн ұзағына сол вариативтің тақырыбына байланысты. Мысалға бізде эко тақырып, эко жүйе. Соны мені көріп отырсыз ғой сіз мені циклограммның ішінде сол вариативті біз қосымша ретінде алып отырық. Сонда сол әртүрлі ол түске дейінде, түстен кейінде, жеке жұмыста да, таза ауада да, түскі ас жеп жатқанда да мысалға сол вариативканың жаңағы толық оқу мақсаттарына жету үшін бекітілген қандай нәтижеге вариативті да көрсетеміз ғой нәтижеміз. Соған сәйкес жұмысымызды жоспарлаймыз. Вариативка түрлі бағытта болуы мүмкін. Ол сіздің балабақшаның өздеріңіз даму жоспарын жасайсыз ғой. Сол даму жоспарында неге сіз бағытталып отырсыз? Бана мысалы бір санаторлық балабақша деді. Санаторлық балабақшаның даму бағдарламасы бөлек болады. Олар балалардың денсаулығын нығайту бағытындағы жұмыс. Сондықтан соған бөледі. Эко балабақшалар экоға байланысты. Эстетикалық бағытта болса, эстетикалыққа бағытталған нәрсеге болады. Құрметті әріптестер, енді екі сұраққа жауап беремін, себебі біздің уақытымыз шектелі. Мен сіздермен Тағы бір сұрақ. бір сұрағыңыз. Қыркүйек, қазан айларында бізде бағдарлама 14 қазан күні шықты ғой. Қыркүйек, қазан айларында осы жоспармен жасай береміз деп, биылғы жылғы 422-ші. Оқу жоспарын, жаңа оқу жоспарымен жасақтайсыз ғой. Құрметті әріптестер, Қыркүйекте бұл жоспар шыққан жоқ қой. Шыққан жоқ қой, кеш шықты ғой, кеш шықты. Ол кезде оны ескімен жаса деп айтты ғой, сентябрьден бастап. Жақсы, ескімен жасаңыз. Мен сізге сұраққа жауап берген жоқ, әлі да сіз мені біріңіздің артынан біріңіз алып бара жатсыздар. Мысалға, сол уақытқа ескі жоспармен жасап, жаңа жоспармен әрғата жалғастырып кетуге болады. Егерде жаңа жоспармен керектесе, Білім-Кез платформасына ол бәрі дайын тұр, алып сол жаңа жоспармен де жасақтауға болады. Оның ешбір қатесі де болмайды. Себебі негізі оқу стандарты өзгерді. Оқу бағдарлама өзгерді. Мен сізге неге айтып отырмын? Сондықтан соған байланысты бұл жұмыстар. Сондықтан ол сіздің еркіңізде, ескімен қалдырып, сосын бағдарлама өзгерген уақыттан бастап жаңамен жасаймыз десе, сол бағытта жасаңыз. Оған ешқандай несі жоқ. Бірақ сіз бұндай сұрақтарды бізге қоймайсыз. Біздер Білім-Кез платформа, біздерге әдістемелік бағытынан әр тақырыпты нақты ашып отыр. Сол тақырыпқа сәйкес жұмысты айтып отыр. Бұл сұрақты сіздер көбінесе шатастырасыздар. Біз білім, оқу ағарту министрлігі емеспіз. Біз білім басқармасы емеспіз. Біз сіздің аудандық білім бөлімінің әдістемелік кабинеті емеспіз. Бұл сұрақты сіз соларға қойыңыз керек. Бізге осы тақырып бойынша сұрақты қойыңыз керек, нақты. Сондықтан шатаспаңыздар, құрметті әріптестер, тағы да айтамын. Білім-Кез платформа, мақсатымыз жұмыс жасау, жүйелі түрде жұмыс жасау, көмектесу, жаңа бағдарламаға сәйкес барлық бағыттағы жұмысты беріп отыр. Перспективалық жоспар, циклограмма, балабақша меңгерушінің жоспары, әдіскердің, психологты көмек көрсету және тегін вебинар ұйымдастырып отыр. Сол тақырыпқа сәйкес сұрақтарыңызды қойыңдар. Көптеген, даже мониторингтің кеше келген жаңа форматы бойынша бізге сұрақ қоясыздар. Біздің рекламамыздың астына негатив жазасыздар. Неге осындай нормативті құжаттарды шығара бересіз деп. Шатаспаңыз. Сіз оларды оқу ағарту министрлігіне, ерте дамыту институтына, білім басқармасына, облыстық, ауданды, қалалық әдістемелік кабинеттеріне қойыңыз. Бізге нақты, біз сізге көмек ретінде жасап отыр. Біздерге әдістемелік көмек беріп отырдық. Сондықтан бізге нақты тақырыпқа сәйкес сұрақтарды қоюыңыз болады. Тағы бар ма бір сұрақ?
Светлана Ибрагимовна, жаңағы мына аралас топтың циклограммасын электронды вариантын жібере аласыз ба? Жібереміз. Осы сізге беріледі. Барлық слайды мен қазір чатқа салады менің әріптестерім. Сіздер үшін жасалған дүние, сіздер үшін жасалған нәрсе алып пайдаланыңыз. Білім Kids платформына жазылыңыз, құрметті әріптестер. Және бүгінгі эфирді пайдалана отырып, Батыс Қазақстан облысынан өтем сәлемді Астана қаласына жолдай отырып, құрметті әріптестер, микрофонды айырыңызшы. Үлкен алғысымды білдіре отырып, ертеңгі күнді келе жатқан отан қорғаушылар күнімен Білім Kids платформасының азаматтарын құттықтағым келіп отыр. Біздің командиріміз, яғни капитанымыз Назымбек, осы бүгінгі вебинарды көмектесуге атсалысқан біздің ағайымыз бар. Ағайымызға, жас жігітіміз Мерейге алғысымызды білдіреміз. Мерекемен құттықтаймыз. Және де Батыс Қазақстан облысының тағы да бір курайтор Ізбасар Боранбайұлы бар. Сол кісіге де келе жатқан мерекелеріңізбен барлық мектепке дейінгі тәрбие саласында атқарып жатқан азаматтарымызды осы мерекемен құттықтаймыз. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Ары қарата подписка жөнінде, ары қарата басқа бағыттарды мен бүгінгі осы семинарымыздың модераторы Альмира әріптесіме бергім келеді. Ол кісі жалғастырады. Мен енді басқа да бір жерге семинарға қатысуыма байланысты қазір осы ортаңыздан шығып кетемін. Рахмет, жақсы күндерде. Светлана Ибрагимовна, рахмет сізге. Өте керемет өтті. Рахмет. Мына жерде мінекей сізге барлығы рахметін білдіріп отыр. Қандай керемет, мен ойымша өте қатты көмек бердіңіз. Бұл кісілер енді керемет жазады деген ойдамыз. Рахмет, сау болыңыздар. Онда мен шығып кеттім, Альмира. Жақсы. Ханым, жалғастырың, сізге сәттілік тілеймін. Рахмет сізге. Күніңіз сәтті өтсін. Ал, құрметті әріптестер, біз қалдық сіздермен. Мына жерде көп сұрақ болды. Біздің Светлана Ибрагимовна сіздерге барлығына жауап берді, бірде-біреуін қалдырмай. Енді мына жерде көп сұрақ бағасы жөнінде болып жатыр. Қызығушылық танытып жатқан сияқтысыздар. Біздің Білім Kids платформаға қосылу үшін келісім шартқа отыру қажет. Бағасы 145 мың теңге. Бір жылға, яғни бір академиялық жылға сіздерге доступ ашылады. Демек, мысалы, сіздер, мысалы 5 мамыр делік, осы 5 бүгін мамырда келісім шартқа отырсаңыз, келесі жылдың 2024 жылдың 5 мамырына дейін сіздерге доступ ашық болады. Жазғы сауықтыруымен бірге. Ішінде бағана айтып Альмира, кешіріңіз, қанша дедіңіз? Дауысыңыз естілмей қалды. Бағасын айтыңыз. 145 мың теңге. 145 мың теңге. Сіздер келісім шартқа 2 түрменде отыра аласыздар. Ол деген, яғни 2 түрі деген, жеке меншік балабақша болу мүмкін, немесе мемлекеттік балабақша болу мүмкін. Енді қараңыздар, жеке меншік балабақшалар бізбен 2 түрмен отыра алады. Егер жеке меншік балабақша болсаңыздар, заңды тұлға болып отыра аласыздар, немесе жеке тұлға болып отыра аласыздар. Ал егерде мемлекеттік балабақша болсаңыздар, онда гос закуппен, яғни ЗЦП, ценовка, бірі ценовка дейді, бірі конкурс дейді, және одна источникпен, яғни қазақша айтқанда бір көзімен отыра аласыздар, немесе жеке тұлға болып отыра аласыздар. Қайта айтып өтемін, естімей қалған әріптестер, бағасы 145 мың теңге. Бір академиялық жылға сіздерге доступ ашық болады. Бағана айтқан бүкіл құжаттар меңгерушінің, әдіскердің, тәрбиешінің, мамандардың, психолог, логопед, медбике, шаруашылық бөлім, осы мамандардың барлығына құжаттарды алатын боласыздар. Құжаттар Word форматында беріледі, сондықтан жүктеп алып, ішінде өзгертем дейтінді өзгертіп,
қосамын дейтінді қосып, алып тастаймын дейтінді алып тастасаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Тағы айтып өтем, біз мемлекеттік мекеме емеспіз, біз білім басқармасы емеспіз, біз яғни білім медиа групп деп аталынады, білім ленд деп білет бірі бізді. Біз сіздерге әдістемелік көмек береміз, біз сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдетеміз, біз сіздерге үлгі беріп отырмыз, біз сіздерге шаблон беріп отырмыз. Сондықтан біз арқылы негізі аттестациядан өткен балабақшалар өте көп. Рахметтерін білдіріп жатыр, қуанып жатыр, біз мына жақтан ете қуанып жатырмыз. Қандай керемет, қандай сіздерге күшті, керемет, ғажап контент жасап отырмыз. Енді басынан демонстрация жасаңыздаршы десеңіз, мен сіздерге көрсете аламын біздің платформамыздың түрін. Құрметті әріптестер, қазір кішкене техникалық ақаулықтар болып қалды да, сіздерге демонстрация көрсетейін деген едім. Енді тағы да айтып өтейін, бастапқыда әріптестер естімей қалған шығар. Біз bilimkids.kz деген порталымыз, бірі сайт дейді, бірі платформа дейді, бар. Екі тілді, қазақ тілі және орыс тілінде білім ғылым министрлігімен бекітілген экспертизадан өткен. Енді қазір қарап көрейін. Сіздерге мені қазір демонстрация жасаймын. Мінекей, қарап жіберіңіздер. Бұл біздің платформа. Бұл платформаға логин парольмен кіреді. Ол логин парольді алу үшін бізге хабарласу керексіздер. Бізбен келісім шартқа отыру керексіздер. Міне, көріп тұрғандай, осындай керемет платформаның ішіне кіресіздер логин парольмен. Мінекей, әдістемелік кабинеттің ішіне кіретін болсақ, мінекей 22-23 жылдың жаңа стандартқа сай бекітілген тип, жылдық жұмыс жоспары, күн тәртібі, міне кетіп жатыр, перспективалық жоспар, мамандардың перспективалық жоспары, циклограмма, жылдық циклограмма әдіскердің, мониторинг, гигиеналық талаптарға сай кестесі, жас маманмен жұмыс жоспары, әдістемелік нұсқаулықтар, әзірлемелер, меңгерушінің құжаттары, тіпті аттестацияға керек құжаттар осы жерде қамтылған. Көрдіңіздер ме? Міне хаттаманы да беріп отырмыз. Міне көрдіңіздер ме? 5 хаттаманы да сізге дайындап отырмыз. Тек аласыз, жүктейсіз, күнін жазасыз, тақырыбыңызды жазасыз, қандай тақырыпта өттіңіз, не болды, не істедіңіз, сон бәрін жаза кетсеңіздер болды. Енді бағана айтып кеттік, циклограмма бойынша тақырып болды. Бүгін аралас циклограмма, топқа арналған циклограмма. Мінекей, осы жерде бізде қамтылған мінекей. Көрдіңіздер ме? Қыркүйектен бастап осы күнге дейін бәрі жазылып тұр. Көрдіңіздер ме? 5 топқа да арналған, қазақ тілі, орыс тілінде. Сондықтан, егерде бізге жазылатын болсаңыздар, осы құжаттардың барлығын ала аласыздар. Енді бір қызығы, егерде сіздер бізге қазір келісім шартқа отыратын болсаңыздар, онда сіздерге бонус ретінде 21-22 жылдың құжаттары беріледі.
Жақсы емес пе? Сонда сіздер былайша айтқанда аттестацияға дайын боласыздар. Алдыңғы жылдың құжаттары да сіздердің қол астыларыңызда болады. Көрдіңіздер ме, мен сіздерге қазір жалпы әдістемелік кабинетті көрсеттім. Енді мен сіздерге іс номенклатурасын көрсетемін. Өткені көп тәрбиешілер, әдіскерлер, меңгерушілер шатасып жүреді. Қай заңға жүгіну керек, не істеу керек, анау қай саланыкі, немесе күшін жойған ба, жоймаған ба деген сияқты, я. Мына жерде біз сіздерге нақты қазір қолданыста болып жатқан нормативтік құқықтық актілерді іс номенклатурасын беріп отырмыз. Мінекей, көрдіңіздер ме, бөлім қылып, сіздерге әрбіреуін бөліп қойғанбыз. Енді келесі режимді дерістердің материалдары деген бөлім бар. Яғни көбі сұрайды, ойындар бар ма сіздерде, сауықтыру кешендері, сәлемдесу шеңберлері, кітаптар, көркем сөздер. Я, мінекей, көріп отырғандай, сіздерге картотекаларды салып жатырмыз. Ал енді ең қызығы, жалпы неден біз бастадық біздің жұмысымызды? Ол ұйымдастырылған іс-әрекет каталогынан бастадық. Сіздердің тілдеріңізбен, оңай тілмен айтқан кезде, тек карталардан бастадық. Бірақ біріңіз айтуымыз мүмкін, жоқ, қазіргі таңда ол керек емес қой, ол міндетті құжат емес. Я, оны біз білеміз, ол міндетті емес екенін де білеміз. Бірақ енді сіздердің тәрбиешілеріңіз күнделікті бір жұмысын, іс әрекетін жасау керек қой балалармен. Сондықтан, егерде сіздерге тіпті жас маман келсе, тіпті керемет, мінекей осыны шығара келдіңіз, жас маманыңыз бүгінгі ұйымдастыру сабағына дайын. Мінекей, қараңыздар, ашып жатырмын. Дене шынықтыру, музыка, сурет салу, сөйлеуді дамыту, мінекей, бәрі дайын тұр. Мысалы, бағана сіздер айтып жатсыздар, аралас топ, я? Мысалы, менде баланың жасы мынадай, мына баланыкі мынадай, қалай істеймін, қайдан алам. Мінекей, осыны жерден тіпті ұйымдастырылған іс-әрекеттің ішінен алып, салып ұйымдастырсаңыз болады циклограммаңызды. Жақсы емес пе, дайын тұр барлығы. Көрдіңіздер ме мені? Дене шынықтыру, міне 600 ұйымдастырылған іс-әрекет барлық топқа жазып беріп отырмыз. Енді коррекциялық іс-әрекетіміз бар, психолог пен логопедтің жұмыстары. Міне көріп отырғандай, оларға да конспектілер жазып берген болатынбыз. Өйткені орыс тілінде өте көп мәлімет болғанымен, қазақ тілінде мәлімет таба алмайсыз десем, қателеспеймін. Медиа бөлімге кіретін болсақ, біз негізі ұйымдастырылған іс-әрекет каталогымен бірге дамытушы мультфильмдермен де бастаған болатынбыз. Дамытушы мультфильмдер, міне көріп отырғандай демонстрацияда барлығы қазақ тілінде. Бұның барлығы қазақ тілінде. Біз бұны өзіміз жасап отырмыз, өзіміздің дизайнеріміз, өзіміздің аниматорымыз деген сияқты, өзіміздің редакторымыз. Мінекей осының барлығын біздің команда, біздің қызметкерлеріміз жасап отыр. Көрдіңіздер ме қандай? Әдемі, түрлі түсті, балаға қандай көзін қатты ауыртпайтын, әдейі таңдалынған түстер. Сондықтан сергіту сәтіне қосып жұмысын жасасаңыз, жақсы болады. Ертегілер бар ішінде, міне, маймылдар санамағы дейді. Міне түстер, қошақаным қайда екен деген. Білесіздер бұл өлеңді сіздер? Мінекей, соның барлығын біз өзіміздің персонажымызды ала отырып, Алан мен Дананы сіздерге осындай керемет дамытушы мультфильмдер жасадық. Көңілді әндер бар ішінде. Одан кейін Тик-так Junior бар. Біз Твикпен жұмыс жасаймыз. Мінекей, қарап отырғандай, тек қана кішкентай балалар емес, ересек топ, мектеп алды сыныптарға міне осындай дамытушы мультфильмдерді көрсетсеңіз болады. Мысалы, шоколад қалай пайда болады, неден пайда болады, вакциналар дейді. Міне, компьютерлер. Қандай күшті осы
мәліметтерді қолдансаңыздар болады. Енді тағы айтып өтейін, біздің платформамыздың ерекшелігі мына карантин болған кезде біз тек қана тәрбиеші, жалпы мамандарға ғана емес доступ ашатынбыз. Біз оған қоса ата-анаға да доступ ашатынбыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, карантин кезде бәріміз үйде болдық, я? Шығуға болмайтын. Сол себепті онлайн оқуға тура келді. Мінеки осындай сәтті қолданып біз онлайн жасап, яғни тек қана қызметкерлер ғана емес, сіздердің балабақшада қызметкерлеріңіз ғана емес, оған қоса ата-анасы да кіретіндей жағдай жасадық. Сонда ата-ана кіріп, үйінде баласымен жұмыс жасай алады. Тек қана тәрбиеші емес, ата-ана да жұмыс жасайды. Оған қоса үйде отырып тәрбиеші үй жұмысын беретін, сонда ата-аналар сол үй жұмысын баламен бірге орындау керек еді. Мінеки осындай ерекшеліктер бар. Одан кейін бағана айтып өттім, бонустар береміз. Мінеки. Міне 21-22 жылдың құжаттары бонус ретінде кетеді. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы біздің платформа жөнінде, бағасы жөнінде, келісім шарт жөнінде тыңдап тұрмын, айтып қоя берсеңіздер сұрақтарыңызды. Құрметті әріптестер. Қосылғымыз келеді дейді. Керемет, онда өтініш мына жерде нөмірді көрсетіп отырмын. 8-707-344-95-95 нөміріне хабарласасыздар ма? Құрметті әріптестер, біздің нөміріміз 8-707-344-95-95. Бізде WhatsApp-та жұмыс жасайды, хабарласаңыздар да болады, Telegram да бар, одан кейін Instagram'ымыз бар, қарап қосылсаңыздар, көптеген ауқымды актуалды тақырыптарды біз әр жұма сайын қозғаудамыз. Бұл бізге әдетке айналды. Сағат 1:30-да әрқашан әртүрлі тақырыпқа жасаудамыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Сұрақ қойсам болады ма? Я, болады, қоя қойыңыз. Мен былтырдан бері біздің балабақша сіздермен жұмыс жасаймыз. Бірақ циклограмма жайында сұрайыншы деген, музыка жетекшісінің циклограммасы жоқ. Айтып өтейін. Енді қараңыз, мамандар бойынша, дұрыс айтасыз, мамандар бойынша, міне мамандар тұр. Дене шынықтырудан сіздерге перспективасында, циклограммасында беріп отырмыз. Енді не үшін деген сұрақ, музыкадан неге жоқ? Қараңыз, бізге дамыту институтынан бізге дене шынықтыру бойынша ғана үлгісін берді. Сол үлгісіне сай сіздерге сол құжаттарды толықтырып салып бердік. Басқа мамандардың циклограммаларына бізде үлгі жоқ. Сол себепті сіздерге жазып бере алмаймыз. Музыка, қазақ тілі, бейнелі өнердікін сіздер өздеріңіз жазу керексіздер. Сіздерге жеңіл болсын деп, сол себепті біз күнтізбелік тақырыптық жоспарды салып отырмыз. Демек, сол жақтағы репликаларды, сол жақтағы ішіндегі жұмыстарды сіз алып, циклограмма жаза аласыз. Сұрағыңызға жауап бердім бе? Рахмет. Саламатсыз ба? Сұрақ болады? Индивидуальная подписка болады ма? Жеке тұлға болып келісім шартқа отыруға болады. Бағасы сол,
145 мың теңге. Қателеспеңіздер, бұл жерде жеке тұлға болдыңыз, заңды тұлға болдыңыз, не госпортал болдыңыз, бәрі бір баға, бәрі бірдей. Бірдей доступ, бірдей ашылады, я. Бөліп төлеу жоқ па дейді. Бөліп төлеу бойынша бізге жекеге шықсаңыздар, толық ақпаратты береміз. Бізге шығыңыздар дегенім 877-344-95-95 нөміріне жазсаңыз болады, хабарлассаңыз болады, күтеміз. Сол жерде сізге толық жауап беретін боламыз осы сұрағыңызға. Бонус ретінде, 21-22 жылдың құжаттары бонус ретінде беріледі. Жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын. Сіздерден құжаттар алып аттестациядан өткен балабақшалар бар ма? Иә, бар. Логопед құжаттары қанша тұрады? Біз құжаттарды жеке-жеке сатпаймыз. Құжаттар былайша түсінікті тілмен айтатын болсам, комплект ретінде жүреді, комбо ретінде жүреді. Сондықтан алам десеңіздер, бағасы 145, сол 145-дің ішінде сіздерге логин пароль береміз, ішінде барлығы болады. Орысша айтқанда полный пакет. Менің ойымша қымбат емес дейді. Енді сіздің ойыңыз дұрыс. Ойыңыз дұрыс, өйткені біз Қазақстан бойынша ең арзан платформа десем қателеспеймін. Оны сіздер өздеріңіз мониторинг жасай аласыздар. Google-ға жазыңыз, немесе Safari, немесе не бар сізде, сол жерде барлығы көрінеді. А 145 қымбат қой дейді. Жоқ, қымбат емес. Оны сіздер мониторинг жасай аласыздар. Көріңіз интернеттен тауып, арзан екенін өзіңіз-ақ байқап көресіз. Басқа сұрақтарыңыз, қайталап өтсеңіз нөмірді 8 жазып та жіберейін, 8 707 344 95 95. Сұрақтарыңыз бар ма? Бар болса микрофондарыңызды қосып сөйлесеңіздер болады, жоқ болса ал, құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Барлығы түсінікті болды ма? Жақсы, араларымызда жігіттер де бар шығар. Келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Аман жүріңіздер, ауырмаңыздар, биіктен көріңіздер. Сіздер бізге керексіздер, сіздер отан қорғаушыларсыздар. Бәрі жақсы болсын. Циклограмма үлгісін біз жібермейміз. Сағынгүл ханым, циклограмма үлгісін біз жібермейміз. Презентацияны, одан кейін мына қазір болып жатқан вебинарды біз экран записи жасап жатырмыз, записи болады. Сондықтан жіберетін боламыз группамызға. Бізде WhatsApp-та группа бар, барлығы қазір сол группаның арқасында кіріп отыр ғой бұл сілтемемен. Соны жіберетін боламыз. Ал нақты, мысалы, ересек топтың циклограммасын үлгісі керек десеңіз, олай болмайды. Біз өкінішке орай үлгілерді жібере алмаймыз, ондай құқығымыз жоқ. Бірақ маған ұнайды, сіздің
бағаларыңыз керемет екен, бір жыл жұмыс бізбен жасайсыздар десеңіздер, онда сіздерге доступ ашып, яғни келісім шартқа отырып, жұмыс жасаймыз ары қарай. Сол жерде сіздер дайын аласыздар циклограмма перспективаларды. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Керемет, жазыламыз дейді. Рахмет, сіздерге күтеміз. 8-707-344-95-95 нөміріне хабарласыңыздар, жазыңыздар, күтеміз. Жақсы, егерде сұрақтарыңыз болмаса, онда келесі кездескенше, әзірге қазір нақты білмеймін, қандай тақырып қозғалынатынын. Келесі жұма бізбен болыңыздар, шықпаңыздар группадан, өткені бұдан бөлек басқа да тақырыптарды қозғаймыз. Алдында аттестация болды, оны біз 4 рет өткіздік аттестация бойынша сұрақтарды. Одан кейін бізде мониторинг болды. Енді бүгін бізде аралас топқа арналған циклограмма. Енді келесі тақырыпты біз келесі апта білетін боламыз. Сондықтан бізбен болыңыздар, жоғалмаңыздар, кетпеңіздер, бізге жазылыңыздар, күтеміз. Жақсы, рахмет. Амандықта кездесейік сіздермен.